Бүгін балаларды қорғау күні. Бұл мереке 1950 жылдан бастап тойланып келе жатыр. Бұл мерекенің басты мақсаты балаларға көтеріңкі көңіл күй сыйлау ғана емес, олардың құқығын қорғау болып табылады. Әйгерім, өте дұрыс айтасың. Бүгін 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Бұл балалардың қорғап, олардың кіршіксіз таза сезімін, яғни өмірін қорғау дегенді білдіреді. Енді осы орайда біздің көрермендерімізге бүгінгі біздің бағдарламамыз балалар күніне арналмақ. Сондықтан да әдемі, сырлы сұхбатты, әдемі әңгімелерді сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Ал дәл қазір сіздердің назарларыңызға камера алдында тайсалмай өздерінің қызықты да әңгімелерін айтып берген бала тілі балайдарына кезек береміз. Meni acımayma, meni saçı kulede, kajedemin zararsan, ders parası kulede. Atarım Tanrı balalarına, şöyle balalar қорғауыны құтты olsun. Енді абай атаның тақпағын айтып берем. Әшім бадыла әрнеге, ойынпай olsa арқала. Сенде күпіштінеге кетіп тапқан бар қала. Қырам таппай мақтанба, олым таппай бақтанба. Мазаны сатанба, онда қосқа кіруге, ешнәсіге асық бол, ешнәсіге қасық бол, адам болам десеңіз, өң атанға, оған қайға ешеңіз. Көктем, сен көктем, келді, гүлі бақыт желі, балалары әлбетті. Атау тағып баталмасына сәлем жолдаймын.